Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте қарапайым, өте дәмді және де оңай дайындалатын пончиктардың рецебімен бөліспекшімін. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз. Алда өте қызықты, оңай рецептер болады. Дәл осы пончикті жасау үшін қарапайым ғана бауырсаққа арналған осындай ашыған қамырды пайдалансаңыз болады. Қамырымызды осылай қолмен, одан кейін оқтаудың көмегімен қатты қалың немесе қатты жұқа етпей, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Одан кейін осындай бір кез келген ыдысты алып, домалақтарға бөліп, ортасын осылай ойып алып тастап, кез келген ыдысқа немесе тақтайға орналастырамыз барлығын. Қамырды 15 минуттың ішінде осылай қалай ашыту керектігін менің YouTube каналымда бар. Қазір осы комментарийға ссылкасын қалдырып қоям, сол жерден қарасаңыздар болады. Пончиктерімізді осылай орналастырып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. 15-20 минуттай дәл осылай әдемі болып көтерілуі керек. Одан кейін ғана біз пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пончиктеріміз өте әдемі болып көтерілді. Енді табаға күнбағыс майын құйып, пончиктерімізді екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Артық майын сорып алу үшін осындай қағаз сүлгіге орналастырамын. Міне пончиктердің барлығын пісіріп дайындап алдым. Енді балаларға жеуге өте дәмді, тәтті болуы үшін қара және ақ түсті шоколадтермен әсемдейтін боламын. Бірінші қара шоколадпен әсемдеймін. Қара шоколадтардың барлығын осылай бөліп алып, сулы моншада ерітетін боламыз. Қара шоколадымыз дайын. Енді осылай пончиктерді малып алып әсемдейміз. Одан кейін ақ шоколадпен де дәл солай жасап шығамыз. Тек қана шоколадпен жасау міндетті емес. Егер үйде қант ұнтағы болса, қант ұнтағымен де дәл осылай әсемдеп берсеңіз болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.